Атырауда бір колледжде болған оқиға жұртты шулатты. Ағылшын тілі мұғалімі сабаққа кешіккен студенттерді жазалау үшін отжимание жасатқан. Соның салдарынан ол қызметтік тексеріс келінді. Оқиға 30 қаңтар күні энергетика және құрылыс колледжінде болған. 16 жастағы студент ағылшын тілі сабағында бар жоғы 6 минутқа кешігіп келеді. Анасының айтуынша мұғалім жаза ретінде студентке 100 рет отжимание жасауды бұйырған. Әрине, бала 100 рет жасай алмайды, тек 70 рет қана орындайды. Сабақтан кейін үйіне келгенде жағдайы күрт нашарлап, жедел жәрдем шақыруға тура келген. Дәрігерлер оның қан қысымын жоғары деп бағалап, ауруханаға жатқызған. Тіпті жүрек пен қан қысымын бақылау үшін арнайы құрылғылар да орнатылған. Осыдан кейін студенттің анасы полицияға арыз жазып, мұғалімді жауапқа тартуды талап еткен. Сонымен қатар облыстық білім басқармасына да шағым жолдаған. Студент мұндай тәрбиелеу ісі тек оған емес, басқа студенттерге де қолданылғанын айтқан. Әсіресе ағылшын тілі сабақтарында кешіккендерге отжимание жасату әдетке айналған көрінеді.